أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Нәбә сүресі. Нәбә сүресі Меккеде түскен сүре. Бұл сүре Ғамма деп те аталады. Сүренің Нәбә хабар деп аталуы онда қиямет және қайта тірілу жайлы маңызды хабар баяндалады. Сүренің негізгі мазмұны мүшіріктер мойындамайтын қайта тірілуді түрлі дәлелдермен көрсету. Сол себепті сүре мүшіріктердің бір-біріне қайта тірілу жайлы сауал қоюмен басталған. Және де қиямет күні мен одан кейін орын алатын жаратылыстың тірілуі мен есеп-қисап жайы баяндалады. Соңынан қайта тірілуді жоққа шығарған мүшіріктерді күтіп тұрған қорқынышты салдарын ескертумен аяқталған. Қайта тірілу туралы ой меккелік кәпірлердің басым көпшілігін мазалаған жайт еді. Тіпті олар ішінара оны растаушы және жалғанға шығарушы боп екі топқа бөлінді. Бұдан кейін Алла тағала ғаламдағы түрліше ғажайыптарды жаратудағы құдіретін паш ете отырып, керемет жаратылыстар мен құбылыстарды жоқтан бар еткен құдірет иесі адамды қайта тірілтуге дәрменсіз емес екенін жеткізеді. Сүреде қайта тірілу уақыты мен мерзімі жаратушы құзырында белгіленіп қойылғандығы және ол пенделер арасындағы төрелік шығарылатын күн екені айтылған. Бұл күні Алла тағала адамзаттың әуелгі және кейінгілерін түгелімен бір жерге жинайды. Кәпірлерге әзірленген алуан түрлі азап сөз етіледі. Және тақуа жандарға уәде етілген нығмет түрлері айтылады. Азап және нығмет, жаза және сыйлық. Осылайша қорқыту және қызықтыру әдісін қатар қолдану Құранның тәсілі. Сүре соңында қияметтің қорқынышы сөз етіледі. Қияметтің үрейінен кәпірлер қайта тірілмей-ақ және дүниедегі амалына есеп бермей, бірден топырақ болып кетуді армандайтындығы баян етіледі. Нәбә сүресінің алғашқы аятында былай делінген. Олар бір-бірінен не жайлы сұрасуда. Мүшіріктер бір-бірінен не жайлы сұрауда. Ибн Жарир және Әбу Хатим әл-Хасан әл-Басриден пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жіберілген кезде адамдар бір-бірінен сұрай бастады. Сонда осы сүре түсті деп риуаят етеді. Екінші аят. Зор уақиғадан. Олар өте қорқынышты және маңызды қайта тірілу күнінің хабарын сұрауда. Үшінші аятта
олардың өздері ол уақиға жөнінде таласуда делінген. Яғни, мүшіріктер қайта тірілу күні жайлы бірі мойындаса, екіншісі жоққа шығаруда, және бірі растаса, екіншісі өтірікке шығарып таласуда. 4-ші аят. Жоқ. Олар таяу арада біледі. Олар әлі-ақ қайта тірілумен есеп беру күні келгенде анық білетін болады. 5-ші аятта былай делінген. Мүлде олай емес. Олар жақында біледі. Яғни, олар өлген соң мұның рас екенін біледі. Бір аятты 2 рет қайталау мәселесінің аса маңызды екенін аңғартады. Олардың қайта тірілу жайында таласуы жөн емес. Бұл жөнінде Құран ақиқатты айтуда. 6-ші аятта біз жерді төсеніш жасамадық па делінген. Келесі аяттарда Алла тағала қайта тірілтуге құдіреті жететіндігін көрсететін 9 дәлел келтіруде. Ең біріншісі, жерді нәрестенің бесігіндей төсеніш етуі. 7-ші аят. Ал тауларды болса қазық. 8-ші аятта былай делінген. Сендерді жұп-жұп етіп жараттық. Жердің тепе-теңдігін сақтап, әрі оны қимылдатпау үшін тауларды қазық еткені, және барлық мақұлықтар мен өсімдіктерді аталық және аналық етіп жұбымен жаратуы. 9-ші аят. Ал ұйқыларыңды тынығу еттік. Ұйқыны күндізгі дамылсыз іс-әрекетті тоқтату және тәнді демалдыру һәм рахат беру уақыты етуі. Келесі аятта һәм түнді жамылғы қылдық. Яғни, түнді жамылатын және бүркенетін ету. 11-ші аят. Күндізді тіршілік мезгіл етіп жараттық. Күндізгі уақытты өмір сүру және тіршілік қамын жасау уақыты еттік. Бұл өмір сүру үшін табыс табу және несіп етеру уақыты. 12-ші аятта үстеріңе 7 қат берік көк құрдық делінген. Келесі аятта жарқыраған күнді шырақ еттік делінген. Сендердің үстілеріңнен берік құрылыс етіп 7 қабат аспанды жараттық. Ал күнді аспандағы шырақ сияқты етті. 14-ші аят. Сығылысқан бұлттардан мол су, жаңбыр жаудырдық. 15-ші аятта онымен дәнді дақыл өсімдік шығару үшін делінген. Яғни, ақ және қара бұлттардан нөсерлетіп жаңбыр жаудырдық. Жаңбыр суымен адамдар үшін арпа бидай және де басқа өректі дәнді дақылдарды ал мал жануарларға шөп сияқты өсімдіктер шығардық. 16-ші аятта былай делінген. Және ну бақшалар. Сонымен бірге ағашы мол бау-бақшалар жаратты. Алла тағала осы 9 дәлелді өзінің адамзатты және барлық мақұлықтарды қайта тірілте алатындығын паш етіп, құдіретін көрсету үшін баяндауда. Өйткені жоғарғы аяттарда айтылған құбылыстарды жарата алған құдірет иесі өліп жоқ болып кеткен тіршілікті де қайта тірілте алады.